COVID-19 екінші толқыны басталса, емханалар қызметі қалыпты жағдайда жалғаса береді. Санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып, дәрігерлер алдын ала жазылу бойынша қабылдайды. Ал COVID-19 белгілері бар науқастар бөлек есік арқылы сүзгі бөліміне кіргізіліп, бөлек кабинетте қарайды. Сүзгі бөлімнің негізгі міндеті қызуы жоғары науқастарды және жерби белгілері бар науқастарды анықтап, оларды оқшаулау. Сол сияқты сүзгіде 3 бағыт бойынша қызмет көрсетіледі. Яғни балаларға, ересектерге және жүкті әйелдерге арналған сүзгі кабинеттер қарастырылған. Түркістан қаласына қарасты барлық емханаларда сүзгі кабинет іске қосылған. Кабинет пульсоксиметр, оттегі концентраторы, оттегі жастықша жанаспайтын термометрмен қамтамасыз етілген. ПЦР зерттеу жүргізуге арналған биоматериал жинайтын кабинет іске қосылған. Бүгінде барлық емханада COVID-19 амбулаториялық деңгейде емделуге арналған дәрі-дәрмек және қорғаныш құралдарының қоры жеткілікті. ПЦР лаборатория бойынша тәуліктік қуаттылығы 500 талдау болатын жаңа аппарат іске қосылды. Осы күнге дейін емханамыздың лабораториясында 54.359 дана ПЦР талдау жасалды.